Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында коктейль жасайтын боламыз. Кейде столымыздың үстінде банандар желінбей қарайып қалып қойып жатады. Ондайда бананды лақтыруға асықпаңыздар. Одан әдемі витаминный коктейль жасауға болады. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Бізге коктейль жасау үшін бір алма, бір банан болса жеткілікті. Алманың сыртындағы қабығын ашып тазалап аламыз. Және бірнеше бөліктерге бөліп тураймыз. Коктейль жасау үшін бізге блендер қажет болады. Тураған алмамызды блендердің шашкасына саламыз. Келесі бананымызды да сыртқы қабығынан тазалап, бөліктерге бөліп, блендерге саламыз. Таза сұйық балдан жарты қасық бал қосамыз. Сүтімізді құямыз. Және жақсылап блендермен езіп аламыз. Біздің коктейліміз дайын болды. Міне тез арада осылай дәмді коктейль дайындауға болады. Ыдысымызға құямыз және ішуге дайын. Өздеріңіз ішсеңіздер де, балаларыңызға жасап берсеңіздер де өте пайдалы витаминный коктейль міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағы бір айтып кететін жайт, бұл коктейльдің запор болып іші жүрмеген адамдарға өте пайдасы көп. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де пайдалы неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.